біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Смайылов Әлихан Асқанұлына жолданады. Құрметті Әлихан Асқанұлы, 2023 жыл бүкіл елдегі диқаншылар үшін күрделі жыл болды. Табиғаттың, ауа райының өзгеруі, қажетті кезде жауынның жаумауы, су тапшылығы, ауыл шаруашылығы нарығында өнімдердің бағасының түсіп кетуі және басқа да себептер ауыл шаруашылығы саласында көптеген қаржылық шығындарға әкелуде. Біз жақында әріптестерімізбен өңірлерге шығып, ауылдарды араладық, тұрғындармен, шаруашылық басшыларымен, облыс, қала, аудан, мәслихат депутаттарымен кездестік. Кездесуде алған өнімдердің өтпей отырған сақтау орындарының тапшылығын, азық-түлік бағасының өсуін тілге тиек етті. Біз парламент депутаттары Алматы және Жетісу облысындағы жүгері өсірушілердің мәселелеріне назар аударғымыз келеді. Жүгері, азық-түлік, жем-шөп және техникалық мақсаттарда пайдаланылатын маңызды дақылдардың бірі. Дәрумендері, техникалық май, желім алынады. 250-ден астам тағым түрлері дайындалады. Өнеркәсіпте жүгері дәнінен крахмал, декстрин, спирт, глюкоза, қант, бал, аскорбин және глютамин қышқылдарын алуға қолданылады. Жетісу мен Алматы облыстары жүгеріні 70 жылдан астам уақыт бойы өсіріп келеді. Және Қазақстанда ғана емес, көрші елдер арасында негізгі өндірушілердің біріне айналды. Көптеген жылдар бойы өңірлерде жүгері өсірушілердің еңбек династиялары қалыптасты, орасан зор және бірегей тәжірибе жинақталды. Осыған орай шаруалардың басым бөлігі болашақ жоспарларын диқаншылықпен жүгері өсірумен байланыстырылды. Алайда өткен жылы қолайсыз ауа райының салдарынан егістік алқабында жүздеген гектар өнім жиналмай қалды. Сақтау орындарының жоқтығы немесе оны ұсынып отырғандардың бағаларының көтеріңкі болуы, жүгері өнімдерінің ашық аспан астында қалуына, нарықтағы бағаның төмендігі өнімдерінің өтпеуіне әкелуде. Сонымен қатар соңғы 5 жылда жүгері құнының өсіп келіп, былтыр күрт түсуі шаруалардың онсыз да оңай емес жағдайларын қиындатты. Бүгінгі көптеген шаруалардың 2024 жылғы егісін науқанына сапалы дайындықты айтпағанда, ағымдағы міндеттемелерін төлеуге мүмкіндіктері жоқ. Жергілікті атқарушы органдар агросекторға көмек көрсету үшін кездесулер осы мәселені шешу бойынша өнімді өңдеу компанияларымен, мал бордақылау, құс фабрикаларымен келіссөздер жүргізуде. Оған парламент депутаттарының бастамасымен Ауыл шаруашылығы министрлігі және агрофинанс өкілдері қатысуда. Бірақ өкінішке орай түбегейлі шешімдер жоқ. Жауапкершілік шаруалардың өздерінде де болу керек екенін жақсы түсінеміз. Бүгінгі мәселе шешілер, ал фермерлердің болашағы не болмақ? Біздің пікірімізше қабылданған шаралар бір реттік құтқару шаралары болмау керек, және осындай жағдайдың жылдан жылға қайталауына жол бермеуіміз қажет. Жүгеріні терең өңдеу және өнімді сату мүмкіндіктерін кеңейту, тыңайыштар мен тұқымдарды, жанар-жағар майды алудың оңайтылған басқа да құралдарын тиімді субсидиялау мәселелерін қарастыру керек. Агроклиматтық ресурстар мен ауыл шаруашылығы өсімдіктерін аудандастыру қағидаттарына сәйкес жүгеріні өсіру бағдарланған және дақылдың осы түріне қомақты қаржы, басқа да ресурстар салған шаруалар мен өңірлерді назардан тыс қалдыру әділетсіз, және бұл мәселені шешу үшін жауапкершілік бәрімізге жүктеледі. Осыған байланысты, құрметті Әлихан Асқанұлы, Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы, сауда және интеграция, тағы да басқа уәкілетті министрліктері, стратегиялық жоспарлау және реформалар жөніндегі агенттігі, астық саласында мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын азық-түлік келісімшарт корпорациясы, ұлттық компаниясы, өзге де ғылыми зерттеу институттары осы мәселені реттеуге бағытталған Қазақстандағы және бүкіл әлемдегі ауыл шаруашылығы өнімдері нарығындағы сұраныс пен ұсыныстардың жағдайын айқындап, тұтыну көлемін және нарықтың негізгі көрсеткіштерін есептеп, ауа райының жаһандық өзгеруіне және басқа да факторларды ескере отырып, ең бастысы ауыл шаруашылығы өндірушілерімізді шығындардан шектеу мақсатында іс-шаралар жоспарын шұғыл енгізуіңізді сұраймыз. Себебі басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерінің өтпеуі орын алуда. Қазақстан Республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңының 27-ші бабына сәйкес жоғарыда көтерілген мәселелер бойынша толық жазбаша жауап беру үшін өтінеміз. Құрметпен сенат депутаттары Сарбаев, Дүйсенбинов, Жүргенбаев, Кузиев, Толамисов. Рахмет.